Сәлем достар, сіздермен бірге кинозүй. Бүгін сіздермен «Стук Твер» фильміне қысқаша шолу жасаймыз. Bir жынысты жұп Эндрю және Эрик өздерінің қыздары Вендимен бірге ормандағы көл жағасындағы лагерге демалуға келеді. Олар осы жерде өздерінің демалыстарын өткізбек. Венди болса сыртқа шығып кетеді. Ол көбелектерді аулап жүреді. Осы уақытта оған бір тақырбас белгісіз ер адам келеді. Ол қызға өзін Леонард деп таныстырады да қызға көбелекті ұстауға көмектеседі. Олар бірге әңгіме айтып отырады. Осы уақытта орманнан тағы да бір белгісіз ер адам мен екі әйел келе жатады. Олардың қолында біртүрлі қарулары бар еді. Леонард қызға олардан қорқып қажет емес, ол менің достарым дейді, және де біздің Эндрю мен Эрикке арналған маңызды тапсырмаларымыз бар дейді. Бұл тапсырма бүкіл әлемдегі адамзат үшін өте маңызды дейді. Қорыққан Веналардан шошып, екі әкесіне келіп, Леонардтың айтқан сөзін айтып береді. Осыдан кейін есікті қатты тоқылдата бастайды. Кейін Эндрю терезеден қарағанда бір үлкен ампалдың тұрғанын көреді, және де қасында 3 қаруланған досы бар еді. Енді жұп полицейлерді шақырмақ болады, бірақ та телефоннан сет ұстамай тұрады. Себебі сырттағы адамдар линияны кесіп тастаған еді. Енді олардың басқа амалы жоқ. Осы уақытта Леонард мәдениетті түрде ер адамдардан есікті ашып сөйлесуін өтінеді, бірақ та олар есікті оған ашпайды. Осы уақытта сырттан барлығына шабуыл жасай бастайды. Энди мен әкелері есік терезелердің барлығын қымтап жауып тастайды, бірақ та жертөле арқылы қара нәсілді әйел ішке кіріп алады. Оның қолында біртүрлі қару бар еді. Эндрю қасындағыларға қаш деп айтады да оған қарсы шықпақ болады, бірақ та ол жағым алады. Кейін Эрик оған шабуыл жасай бастағанда әлгі әйел өзінің медсестра екенін және де жапа шеккенге көмек бере аламын деп айтады. Осы кезде қызыл шашты ер адам үйге есікті бұзу арқылы кіріп келеді. Эрик екеуінің арасында шайқас пайда болады, бірақ та ол Эрикке жаман ойы жоқ екенін айтады. Осыдан кейін топ мүшелері ішке кіріп келеді. Енді олардың бұларға қарсы тұратындай күші жоқ. Осыдан кейін Эрик есін жияды. Жұп өзінің отырғышта байланып тұрғанын көреді. Әлгі 4 адамның арасынан қара нәсілді әйел шығып, өзінің медсестра болып жұмыс жасайтынын айтады. Өзін Сабрина деп таныстырады. Осыдан кейін Леонард шығып, өзінің кішкентай оқушыларға сабақ беретінін айтады. Редмонд өзінің курьер екенін айтса, Адриана өзінің повар екенін айтады, және де бір балам бар дейді. Осы сәтте олардың бойында қорқыныш бар екенін көреміз, бірақ та олар өздерінің әңгімесін жалғастыра бастайды. Үлкен денелі Леонард ер адамдарға біз бүкіл әлемді жойылып кетуден құтқаруымыз керек деп айтады. Леонард оларға сендердің отбасыларынан біреулерің өздеріңді құрбан етулерің керек болады. Осы кезде ғана бүкіл әлем аман қалады деп айтады. Және де сендер өздеріңді өлтіре алмайсыңдар, және де біз де өлтіре алмаймыз дейді. Тек қана өздерің таңдау керек деп айтады. Осы кезде жұп біз бірге болмайтындай жаман нәрсе жасаған жоқпыз дейді, және де жұп бұл психопаттардың қолдарына түстік деп ойлайды. Осыдан соң жұп біз ешкімді таңдамаймыз дейді. Кейін Леонард біздің түсімізге бүкіл әлемдегі адамзатты құтқару үшін белгі берілді дейді, және де осыны құтқару мақсатында біз бір-бірімізді танымасақ та осы жерге келдік деп айтады. Леонард ең бірінші әлемді су басады, екінші оба ауруы пайда болып, аспан жерге төңкеріліп, бүкіл ғаламша жоқ болады деп айтады. Бірақ та жұп оларға ешқандай да сенбейтінін айтады. Осы жағдайлардан соң барлығын көріп тұрған Редмонд мен сендерге барлығын дәлелдеймін деп басына ақ бата киеді. Жылап тізерлеп отыра қалады. Осыдан кейін әлгі үшеуінің арасынан Адриана мен Сабрина келіп, әлгі ер адамның басына балта қадап тастайды. Осыдан соң Леонард рәсімнің біткенін айтады. Осыдан кейін Леонард әлгі ер адамға соңғы рәсімді жасайды, ал көріп отырғандардың барлығының жүрегі ауырып кетеді. Осыдан соң Леонард телевизорды қосады, және де өзінің сөзінің рас екенін дәлелдейтінін айтады. Жаңалық жүргізушісі әлемде жер сілкінісі пайда болып, цунамидің жақындап келе жатырғанын айтады. Кейін жүргізуші шұғыл жаңалықтар деп тағы да екінші жер сілкінісінің болып жатырғанын және де цунамидің қалаларды басып жатырғанын көрсетеді. Шұғыл жаңалықтардан саяхаттанушылардың жағажайдан өздерін цунамидің басып жатырғанын және де қаша алмай жатырғанын көрсетеді. Осыдан соң Леонард сендерден жауапты таңертең алатын боламыз, жақсылап ойланыңдар деп айтады. Келесі күні Сабрина Эриктің басын таңып беріп жатырып, әлгі оқиғаларды баяндай бастайды. Ол өзінің Құдайға сенбейтінін және де бұндай жағдайлардың орын алатынын барлығын білемін, және де мен психопат емеспін деп айтады. Бұның барлығы түсінде көрдім дейді. Сенің отбасыңды және де біз төртеумізді және де өзімнің қолыма осы қаруды жасауым керек екенін барлығын көрдім дейді. Эндрю Леонард пен
қасындағы серіктестерін әңгімеге тартқан кезде кішкентай Венди Эрикке келіп қолына пышақ беріп кетеді. Осы арқылы қашып құтыламыз деп ойлайды. Осыдан кейін Леонард құрбандыққа кімді шаласыңдар деп тағы да сұрайды. Осы сәтте Адриана мен өзімді екінші болып құрбандыққа шаламын. Егер менің өлімімнен кейін шешім қабылдамасаңдар, балалардың арасында ауру пайда болады деп айтады. Өзінің сөзін айтып болғаннан кейін Адриана Редмонд сияқты басына ақ қапшықты киеді және де қасындағы екеуі оны өлтіріп тастайды. Осыдан кейін Леонард екінші жағдайдың орын алып бастайтынын айтады. Бүкіл әлем бойынша аурулар тарап, мыңдаған адамдар себепсіз өледі дейді. Осыдан соң Сабрина телевизорды қосады және де жаңалықтардан бүкіл әлем бойынша аурудың балалар арасында тарап жатырғанын айтады. Аурудың кең таралғаны соншалық 3 мемлекетке тарап үлгерген және де балабақшаларда төтенше жағдайлар орын алып, ауруханаларда мүлде орындар жоқ болып жатады. Осыдан соң Эндрю бұл вирус баяғыдан бар және де мен бұны жаңалықтардан көрген едім деп айтады. Осыдан соң Леонардтың қолындағы сағатына қарай беретін себебі ол жаңалықтардың болатын уақытын жаттап алған, осы арқылы бізді қорқытпақшы деп айтады. Эрикке Эндрю бұған сенудің қажеті жоқ, бұлар келісім бойынша бәрін жасап жатыр дейді. Осыдан кейін олар бір-бірімізді өлтіргендерін көріп ләззат алмақшы дейді және де оған сенудің ешқандай да қажеті жоқ деп оларды көтеруге тырысады. Осы сәтте кішкентай қыз Венди өзінің телевизорден мультфильм көргісі келетінін айтады, ал бұл уақытта Эрик қолын барынша босатып алады. Эрик Леонардтың көңілін өзіне қарай бұрған кезде Эндрю болса машинаға қарай жүгіреді, бірақ та оның артынан Сабрина келіп үлгереді. Әйел оның аяғын жарақтайды, бірақ та Эндрю одан қашып құтылып машинаның ішіне тығылып, қолындағы тапаншасын оқтап алады да үйдің ішіне қайтадан оралады. Ол үйге кірген кезде оған қарай Сабрина жүгіріп келе жатады. Ол қорыққаннан оның ішінен атып жібереді де. Леонард осы кезде отбасыдан құрбандыққа кімді шаласыңдар дейді. Отбасы оған ешқандай да келісім бермегеннен кейін ол жерде жатқан әйелді сол жерде өлтіре салады. Осыдан кейін Эндрю Леонардты жуынатын бөлмеге қамақысы келеді, бірақ та амал оған қарай қайта шабады. Эндрюдің қолындағы тапаншаны бірдеңе етіп тартып алады. Осыдан соң ол жұпқа телевизорды қосуды өтінеді. Жаңалықтардан ұшақтардың белгісіз себептермен қарамастан жерге дәл солай құлап жатырғандарын көреді. Осыдан кейін Леонард жаңалықтың жүргізушісінің әрбір сөзін қалдырмастан қайтадан бірге қайталап айтып береді. Бұны көрген жігіттер шынымен де қорқып кетеді. Осыдан кейін Леонард мен бұны түсімде біршама рет көрдім, сол себепті даже жаттап та үлгердім деп айтады. Енді олар барлық жағдайларды талқылап болғаннан кейін Леонард есік алдына далаға шығып, менің өлімімнен кейін сендерде бірнеше ғана минут болады, сол уақытта шешім қабылдап үлгерулерің керек деп айтады. Олай болмаса әлемді құтқару мүлде ешкімнің қолынан келмей қалады дейді де өзін сол жерде мойын кесіп құрбандыққа шала салады. Осыдан кейін Эрик ойын өзгертеді. Ол бұл жағдайлардың барлығын ойластыру мүлде мүмкін емес дейді және де бұл адамдардың кім екенін енді түсіндім деп айтады. Ол өздерінің құрбандыққа шалған олар адамдардың 4 қасиетін көрсетті деп айтады. Газет тасушы Редмонд адамдардың зұлымдығын көрсетсе, кішкентай баласы бар Адриана адамдарды өз-өзін тәрбиелеуді көрсетті дейді. Ал Сабрина емдеу болса, Леонард нұсқау болған еді дейді. Және де тарихтың нұсқауы бойынша апокалипсистің 4 шабандозы деп оларды атайды дейді. Ал бұл төртеуінің өздерімен ұстап келген қаруы бұрынғы замандағы ақырзаман басталып жатырған кездегі белгіленген қаруға ұқсайды деп айтады. Және де олар біздің арамыздан ешкімді өлтіре алмайды, тек қана біз ғана таңдай аламыз дейді. Эндрю оған сенбе, не істеп тұрсың деп айтады, ал Эрик болса оны ақыры көндіреді, себебі сендердің аман қалғандарың мен үшін өте маңызды дейді. Енді амалы қалмаған Эндрю Эрикті сол жерден тапаншамен бірге өлтіреді. Осыдан кейін Эндрю мен Венди машинаға мініп қалаға қарай жол тартады және де тамақтанатын жерге келгенде жаңалықтарды көреді. Су тасқындарының басылып, жер сілкінісінің де басылғанын айтады және де балалар арасында аурудың жиілей бастағанын да айтады. Ал ұшақтар жерге жақсы қонып жатыр дейді. Эндрю машинаға барған кезде әлгі төртеуінің қалған заттарының ішінде Леонардтың мақтау қағазын, Сабринаның жеке құжатын және Адриананың кішкене баласымен бірге фотоға түскен суретін көреді. Енді олардың айтқандарының барлығы шындық екенін және де өздерінің құрбандыққа шалғандары босқа емес екенін түсінеді. Осымен фильм аяқталады. Фильм ұнаса арнаға тіркеліп лайк баса кетіңіздер. Сіздерден үлкен қолдау күтеміз.